Саламатсыздар ма достар? Бүгінгі дайындайтын тағамымыз чучвара өзбекский. Енді былай қазақша айтқанда өзбектің пельмені деп аталады. Ол кішкі сәл бәл өзгешелеу болады. Оны екінің бірінің қолынан келетін рецепт. Ал дайындаймыз, кеттік. Бізге фарш керек болады. Және болса қойдың құйрық майы керек, пияз керек, перец керек, бұрыш, помидор керек, зелень керек. Қамырымызға ұн, тұз, сұйық май. Енді қамырын дайындаймыз. Бір жұмыртқаны саламыз, оның үстіне дайындалған дайын тұрған тұз, сұйық май, суымызды араластырып ұнға саламыз. Қамырымыз уже дайын болды. Қамырымызды қатты қылып басамыз. Дайын болды. Енді мына мешочке салып, демалып тұрады. Фаршын дайындаймыз. Қамырымыз дайын болғанша біз фаршынға салатын пиязын саламыз. Ұсақтап тураймыз. Енді тұзын саламыз. Бұрышын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ал тестіміз дайын болды. Пельменнің тестісі. Екіге бөлейік, өзімізге қатет етуге ыңғайлы болсын. Әбден жұқалап қатат етіп болғаннан кейін, әбден жұқалап соңына келгенде ұнды бәше көп салмаңыздар. Әйтпесе қазір пельменіңізді лепет ете алмай қаласыздар. Жұқа болды, мәні қараңыздар. Менде дым ұн жоқ, тоскімде. Енді бұлай болады. Тез жаңа лепет етілетін тәсілін көрсетіп жатырмын сіздерге. Осылай бәріне салып аламыз. Тестіміз өте күшті, жұқа, жақсы болды. Міне бұлай 4 бұрышта қыламыз. Міне. Сосын аламыз да, міне. Мен анық қылып көрсетем, міне. Жеңіл өте жақсылап қысып жібересің бұлай. Мен тағы да көрсетейін. Міне егерде тестіңіз күйіп қалватыр деп қорықсаңыз, міне бір жағына құттай сулап жібересіз. Болды. Міне. Бізге негізі мына жерге 2 перец дайындап қойдым. Негізі біздің семьяға 1 перец керек, 1 пияз керек, 1 помидор керек. Семья үлкен болса, 2 перец, 2 помидор, 2 пияз,
солай саласыздар. Енді қазанды қыздырамыз, қаттай сұйық май құямыз. Соған пиязымызды, перцімізді, қызанағымызды қорып аламыз. Енді қызған қазанымызға пияз саламыз. Перцімізді саламыз, жуадан кейін, пияздан кейін. Помидорымызды саламыз. Мына кинзаның, мына ағаш жағын лақтырмаймыз. Мынаны қазір дайын болғанда саламыз үстіне. А мынаны қазір помидор, перец, пияздың үстіне сақтап салып жібереміз. Кинзаның дәмінің иісін айтыңызшы, керемет. О, иісі бұрқып жатыр. Енді үстіне су құямыз, салқын су құямыз. Қайнайды, тұзын саламыз. Сосын үстіне пельменін саламыз. Пельменді мына су қайнағаннан кейін пельмен саламыз. Пельмен қайнағаннан кейін 3 минуттан кейін уже дайын болады. Үстіне зелендерін салып жібереміз. Шамалы бірінші тұзымызды саламыз. Сосын мынандай кішкентай ащы қызыл бұрыш саламыз. Қараңыздар, егер кішкентай балаларыңыз болса, онда керек емес. Үлкен адамдарға осы бұрышты салып жіберуге болады. Қазір пельмен салғанда салып жібереміз. Ол міндетті емес, өздеріңіз қарайсыздар енді. Міне суымыз почти қайнады. Енді ащы қызыл бұрышымызды салып жібердік. Бір өзгеше бір дәм береді бұл. Ал енді пельмендерімізді саламыз. Міне бәрін салған жоқпын, себебі морозильникке қатырып, ертең күнде де жасауға болады. Осылай қылып. Міне пельменіміз дайын болды. Зеленді салдық. Енді дәмін көреміз.